Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Әсем бүгін үй жағдайында өте пайдалы, дәмді кепкен жемістерден конфет дайындаймыз. Алдымен кепкен жемістердің барлығын жақсылап жуып, кептіріп аламыз. Сіздер басқа да жемістер алсаңыздар болады. Мен бұл жерде сары өрік, қара өрік, құрма, ақ, қара шоколад, фисташка жаңғағы және миндаль, мейіз алдым. Осыларды алып, енді кішкентай қасықтың көмегімен сары өрігіміздің ортасына қалташа жасап аламыз. Және құрмамыздың ішіндегі дәнегін алып, ортасына миндаль жаңғағын, мейізді салып, қайтадан өз қалпына келтіреміз. Осылай жасадық. Енді сары өрігіміздің ішіне грек жаңғағын саламыз. Басқа да жаңғақтар салсаңыздар болады. Мен грек жаңғағын салдым және миндаль салдым. Миндальдың үстіне мейіз салдым. Осылай барлығын ішін толтырып шықтым. Енді қара өріктің кішкентай ойық тесігіне фисташка жаңғағын салдым. Барлығын осылай салып шығамыз. Енді барлығын салып шықтық. Енді бізге су моншасында ақ шоколадтарды ерітіп, зубочистканың көмегімен құрмаларымызды ақ шоколадқа батырып, пергамент қағаздың үстіне саламыз. Үй жағдайында балалар осындай кепкен жемістерді ұната қоймайды. Сіздер үй жағдайында осындай балаларыңызбен бірге конфет дайындасаңыздар, және осы конфеттерді балалар сүйсініп, жақсы көріп жейді. Әрі дәмді, әрі денсаулығымызға пайдалы. Осылай барлығын аунатып шықтық. Енді қара өрігіміздің үстіндегі фисташка жаңғағымыздың үстіне ақ шоколадымызды толықтай құйып шығамыз. Әрі сүйкімді, әрі дәмді болып көрінеді. Барлығын құйып шықтық. Енді сары өрігіміздің үстінің бір шетіне ақ шоколадтарымызды құйдық. Екінші шетіне де осындай ақ шоколадтарды құйдық. Және құрмамыздың үстіне де ақ шоколадтарды құйдық. Су моншасында еріген қара шоколадтарымыздың үстіне құрмамыздың үстін осылай жолақтар салып шықтық. Сіздер басқа да жаңғағы гүлдерін пайдалансаңыздар болады. Осылай қара шоколадпен құрмамыздың үстіне жолақтар салдық. Және ақ шоколадымыздың үстіне осындай қара шоколадты жолақтар салдық. Және еріген қара шоколадымыздың бір шетіне сары өрігімізді аунатып шықтық. Барлық шоколадтарымызды толықтай жасадық шоколадтарымызбен. Енді конфеттеріміз біраз уақытқа дейін кебіп қату қажет. Конфеттеріміз дайын болды. Мен конфеттерімді осындай қағаз қалыптарға салдым. Өте дәмді, әрі тартымды көрінеді. Дастарханға ерекше сән береді. Сіздер де үй жағдайында пайдалы конфет дайындаңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.